Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін әдеттегідей DJI-дің жаңа продукциясы DJI Osmo Pocket 4 Pro-ға обзор жасайтын боламыз. Бұл камераны мен сонша көп күттім. Бастамас бұрын ішінде не бар көріп алайық. Unpacking. Бисмилля. Чехолы. Мына жақта документациясы. Теп. Камераның өзі. Бұл фрейм тейп деген влогқа арналған, яғни сіз камераны басқа жаққа қойып қоясыз и сіз мынаумен камерада не түсіріліп жатқанын көре аласыз және управлять ете аласыз. Мына жақта петличкасы жүреді өзінің. Мынау соның магнитиктары. Бұл не десеңіздер, бұл камераға жалғанады және камераға жалғаннан кейін бұны зарядтауға болады. Негізі бұны өзінде зарядтасаңыз болады. Мысалы, камераның өзі осы жерден зарядталады Type-C-мен. И мынау не үшін? Бұл қосымша, егер сіз бұл камераны штативқа немесе кез келген бір крепленияға жалғайтын болсаңыз, осыны қосасыз. Неге? Өйткені бұның астында өзінің резвасы бар. Бұл бізде аяқтары. Бұл аяқ мынаумен бірге жүреді. Неге? Өйткені камераның өзіне бұл аяқты жалғай алмайсыз, өйткені оның жалғайтын жері жоқ. Сол үшін де бірінші мынаны саласыз, оған барып аяқты жалғайсыз. Осылай жүретін нәрсе. Мына зарядка бұл осы сіздің былайша айтқанда чебурашка ғой. Режиссерлардың тілімен айтқан кезде бұл чебурашка, яғни камераны ана жаққа қойып қоясыз, сізде экран болады, өзіңізбен соны управлять етесіз, паузаға, плейға басып қалады және бұл оның өзінің зарядкасы бар. Бұл міне былай жүреді, магнитпен жүреді. Міне осының барлығы қазір шашылып жатқан дүние. Алдымызда DJI Osmo Pocket 4 Pro-ның яғни ішіндегі блок комбо деп аталатын версиясы. Менде алдыңғы жылы алған DJI Osmo Pocket 3 бар. Мен оны өте көп қолдандым. Менің барлық съемкаларымда, менің барлық влогтарымда, мен Лондонға бар влог түсіріп келдім, Ташкентке бар влог түсіріп келдім деген сияқты. Қай жақта жүрсем де менде сол бэкстейдж түсіріп жүретін екінші камераның рөлін атқарды. Pocket өте қатты жақсы көрем. Неге екенін қазір бүгінгі выпуста айтып беретін боламын. Міне, сонша күткен күн әйтеуір қолыма түсті. Астанадағы біріншілердің қатарынан алдым. Нұр Электрониксқа өте үлкен рахмет. Сразу менің солай іздеп жүргенімді, историяға салып жүргенімді көріп, маған жазады ғой: "Абеке, бізде осындай камера келді, бірінші болып алып келдік. Сізге көрсетейік, сізге сыйлаймыз" деп өздерінің аттарынан сыйлады. Сол үшін Нұрекеге алғысым шексіз. Осындай керемет сыйлықпен мені қуантқандарыңызға рахмет. Бұл бір арнайы бізді салыңыз деп ешқандай реклама емес. Бұл маған от души сыйлыққа бергендіктен мен де оларға от души осындай видеомда айтқанды жөн көрдім. Сондықтан Астана қаласынан, Шымкент қаласынан егер сізге электроника керек болатын болса, және олар Каспийда да бар, егер басқа қалада болсаңыздар да, кез келген электрониканың түрін және әр жыл сайын iPhone-ды алғашқылар болып алып келетін электроникалық дүкен. Қараңыздар, көріңіздер және мен сияқты алғашқылардың қатарынан осындай техникаларды алып жүріңіздер. Енді мен білесіздер, өзім режиссер, продюсер болғандықтан көптеген камералармен жұмыс жасаймын. Енді менде көп опыт болды, әртүрлі жағдайлар болды. Камераның зарядкасы өшіп қалған, батарейкасы өшіп қалған, немесе стабилизатор сынып қалған. И сол ситуациялардың көбісінде бұл мені құтқарды. DJI Osmo Pocket 3 болды. Сол кезде мені құтқарған. Неге? Сауд Арабиясында түсіріп жатқан кезде құмда түсіріп жатырмыз. Стабилизатор көліктің астында қалып кеткен. Абайсызда жүріп қалған кезде стабилизатор сынып кетті. Ал қолымызда бізде камера. Ол жақта бізге стабилизатор міндетті түрде керек. Сондай моментте біз съемкамызды, коммерциялық ролигімізді DJI Osmo Pocket 3-ке түсірдік және телефонға түсірдік. Маған көп келетін сұрақтардың бірі ол мобилографтардың сұрақтары. Ол айтады: "Абу, мен мобилографпын, менің қолымда 17 Pro, 16 Pro, маған мына камераны алу стоит па, не стоит па" деген сияқты. Менің жауабым қалай? Менің жауабым: жыл сайын iPhone-ды ауыстырғанша, жыл сайын жаңа iPhone сатып алғанша, бір рет осы DJI Osmo Pocket 4 Pro-ны алыңыз, сіз еш нәрседен ұтылмайсыз. Және бұның бағасы да арзан.
iPhone сияқты емес. Ал бұл бар болғанда 400 мың, 500 мың теңге. Жыл сайын iPhone шығып жатыр, және ол жақта өзгеріп жатқан нәрсе тек оның дизайны емес, интерфейс емес, ол жақта камера мен оның жадысы, яғни память өзгеріп жатыр. Неге память өзгеріп жатыр? Ол память әшейін ойнаған 1 терабайт берейік, 2 терабайт берейік деп жатқан жоқ. Ол жақта лок деген формат бар. 16-17 соңғы iPhone-дарды қарасаңыз, лок деген формат бар. Яғни бұл деген сөз iPhone более киношный кадрлар алуға, больше профессионалды камераға өтіп кетті. Өйткені лог формат деген өзі сондай роликтар, рекламны роликтар, коммерциялық роликтар біз бәріміз тек лог форматқа түсіреміз. Кинолардың барлығы лог форматқа түсіріледі, өйткені ол цветокоррекция жасайтын адам бар, соған береді. И ол жаңағы лог форматта түсірілген материалды сізге бояп береді. iPhone өзіне лог форматты қосты деген сөз, ол уже больше профессиональный деген сөз ғой. Сіз қазір күнделікті көріп жүрген камера бар ғой, сол мен түсіріп жатқан сияқты форматын беріп жатыр десем де болады. DJI Osmo Nano деген осы 2026-та жаңа продукция шықты DJI-дың. Соны алдым бірінші боп. Және осы DJI Osmo Pocket алған кезде маған адамдар жазды: "Абу, қайсысын алған дұрыс? Osmo Nano-ны алған дұрыс па, Osmo Pocket-ті алған дұрыс па? Не айырмашылығы бар?" дейді. Бұл қайсысы лучше дейді. Бұл жерде мен жауап беруші едім, қайсысы лучше емес. Бұл қолданғаныңға байланысты. Өйткені DJI Osmo Nano ол экшн камера. Ол атайып тұрғандай экшн түсіреді, POV түсіреді. POV деген өзіңнің от третьего лица деп айтады ғой. Ол ыңғайлысы көкірегіңізге байлап қоясыз, маңдайыңызға байлап қоясыз. Ал мынау больше влог, больше тез қолданысқа, мобильность, алдыңыз, түсірдіңіз деген сияқты. Бұл екеуі екі түрлі жағдайда қолданады. Мысалға, мынаны сіз кез келген ракурсқа қойып тастай алмайсыз магнитпен. Өйткені қолға ұстап жүресіз, камера сияқты ғой. Ал DJI Osmo Nano ол әртүрлі ракурста да қолданғанға. Ол магнитпен жабысады, ол жақта общий фокус. Сіз бөлек фокус ала алмайсыз. Мысалға, мына жерде фокус бар. Оны сіз өзіңізге, арттағы фонға фокусты өзгерте аласыз. Ал ол жақта общий фокус барлығын бірден түсіреді. Егер жақындатсаңыз, ол сізге автоматты түрде фокусты алмайды. Ол өзінің белгілі бір расстояниесі бар, сол жерде ғана фокусқа алып отырады болды. Ол жақта ешқандай автофокус дейтін нәрселер жоқ. Общий бір фокус сонымен ұстап тұрады. Ол объективқа байланысты, әрине, мына көріп отырсаңыздар, объектив үлкен, телефоннан да үлкен. Сондықтан бұл көптеген свет ала алады деген сөз, көптеген арттағы фонды размытить ете алады деген сөз, сол сияқты. DJI Osmo Nano оны кішкентай болғандықтан сіз даже кружканың ішіне салып жіберіп үстінен су құйып атуыңыз мүмкін. Вот осындай кадрларды сіз ала аласыз. Енді ойлаңызшы, мынаны кружканың ішіне қалай саласыз? Вот осындай нәрсе ғой. Ол еще судың астында жұмыс жасай береді. Тереңдікте жұмыс жасай береді. Омен сіз суға түсесіз, айтып тұр ғой жаңағыдай экшн камера, мопедпен, велосипедпен, оның астына өте кішкентай болғандықтан кейін дөңгелегіне жабыстырып қоя аласыз, кузовына жабыстырып қоя аласыз, басыңызға жабыстырып қоясыз. Ол больше GoPro. Ал бұл міне осындай екеуінің екі түрлі айырмашылығы бар. Екеуі екі түрлі жерде қолданады. Сондықтан мен кеңес беруші едім, Nano-ны алыңыз, DJI Osmo Pocket-ті де алыңыз. Екеуі сізге артықшылық етпейді. Ал DJI Osmo Pocket 4 Pro-ның алдыңғы поколениясы DJI Osmo 3-пен айырмашылығы бар десеңіздер, 1x-та ешқандай айырмашылық жоқ. Мүлдем. Егер сіз роликтарыңызды ешқандай 3x қолданбайтын болсаңыз, оны қолданам ба, қолданбайым ба деген сұрақ келетін болса, сіз өзіңіздің телефоныңызға қараңыз. Сіз телефоныңызда 1x-ті қолданасыз ба, әлде 2x, 3x-ті көп қолданасыз ба? Егер қолданбасаңыз, сізге DJI Osmo 3 Pocket те жарайды. Неге? Өйткені оның бағасы қазір құлады, өте арзан. Және DJI Osmo 4 Pro қалай түсіреді? DJI Osmo 3-те дәл солай түсіреді. Яғни 1x-та ешқандай айырмашылық жоқ качествосында. Сол үшін сізге сол жарайтын болса, соны ала беріңіз. Ал мына жақта больше крупный пландар түсірем десеңіз, соған больше келеді деп ойлаймын. Өйткені маған сол нәрсе керек болды. Крупный пландар мен сол үшін алдым. Ал егер маған крупный пландар керек емес болса, мен DJI Osmo 3-пен жүре беретін едім. Ешқандай обновлениенің қажет жоқ. Енді қазір DJI-дің жаңадан қосқан, осы жылы қосқан DJI Osmo Pocket 4 Pro-ға қосқан функция жайлы айтқым келіп тұр. Ол бізде D-Log 2. D-Log 2 және D-Log M. Осы уақытқа дейін D-Log M-ді қолданып келді. Енді осы камерадан бастап D-Log 2-ні қолданды. Қазір сіздерге D-Log не айтып жатыр, не істеп жатыр десеңіздер, жалпы лог формат жайлы сіздерге айтсам, лог формат деген ол кадрды серый қылып түсіріп, цветокоррекцияға жаңа айтқандай дайындап беру. Инстаграмда бір әдемі роликтарды көресіз, оның бояуы профессиональный, өте әдемі көрінеді. Киношный свет тұрады, ал сіз түсіресіз, бірақ сізде ондай шықпайды. Міне осы негізі лог формат. Лог форматта түсірген кезде сіз серый формат бересіз, цветокоррекция жасайтын адам оны әдемі қылып бояп береді. Log M ол простой версиясы, ол тезірек бояп клиентке көрсетіп, ол да негізі жаман емес. Осылықтан D-Log M-мен түсіріп келдік, ол да жаман емес. Ал D-Log 2 соның больше динамикалық диапазонды
больше алатын формат. Қараңғы жерлерде теңде не бар екенін ол больше алады. Яғни цветокоррекция жасаған кезде сіз қараңғы жерде мысалы доп жатса, сіз ол допты әдемі қылып шығара аласыз. Оны бояй аласыз, әдемі қылып көрсете аласыз. Ол больше біріншісінде мен Dilog M-мен түсірдім. Бұл жерде 10 бит, екіншісі Dilog 2-мен түсірдім. Екеуінің бір айырмашылығы бар болса жазып кетіңіз. Бұл менде қолымда қазір мини монитор. Яғни менде камера ана жақта тұрған менде қолымда камераны управлять ететін пульт бар. Бұл жерде және кадрдың ішінде не бар екенін көрсетеді. Бұл не үшін әдемі десеңіз, мысалға көп өзіне рилс түсіретін видеографтар камераны осылай қояды да, ол өзі бүйтіп ар жақта бір съемка түсуі мүмкін, бірақ фокус кетіп қалады кейде, немесе өзі кадрға кірмей қалады деген сияқты. Вот осыны алдын алу үшін кадрда не бар, бәрін қазір көрсетейін. Яғни мен қазір мына жерде тұрып өзімді көріп тұрмын. Мен джойстикті управлять ете аламын. Қазір менде актив трек бар, яғни өзімнің түрімді қойып қоям, қай жаққа жүрсем, соны өзі менің бетім қай жаққа жүреді, соны алады. Сол кезде мен кадрдан еш жаққа шығып кетпеймін. Түріме қойып қоям, жүремін, ол мені түсіреді. Бұл видео түсірсеңіз де, былай-былай жүрсеңіз де сізге қатты көмегін тигізеді. Мен енді соның барлығын осы қолымда тұрған фрейм тейппен көре бере аламын. Енді қараңыздар, бізде бұл жерде әртүрлі свайп жасау арқылы настройкаларға кіріледі, телефондағыдай. Бізде бірінші төбеден бүйтіп түсірген кезде әртүрлі настройкаларды көреміз. Бұл бірінші настройканы өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде өзіңнің настройкаңды жасап, осыған сохранить етіп қоюға болады. Индивидуально бір өзіңіздің мысалға локқа қоясыз, әртүрлі жағдайға. Мысалға түнде түсіретін болсаңыз, түнге бөлек настройка жасап, осы жерге сохранить етіп қойсаңыз болады. Бұл бізде біріншісі. Екіншісі микрофонға байланысты. Кез келген DJI-дің петличкасына жалғана береді, шығарсаңыз болды. Жайспен управление, бұны қоссаңыз, өзі сіздерге мына жерде көрсетеді. Қалай немен мына жерде көріп тұрсаңыздар, қолыңызда битсеңіз, немесе былай екі санын көрсетсеңіз, осыны көрсетсеңіз, телефон өзі плейді басады, телефон өзі плейді паузаны қояды. Міне сол, бұны өздеріңіз ыңғайларыңызға қосасыз, қоспайсыз, өздеріңіз көресіздер. Маған бұл керек емес. Енді бізде настройка бар, осы настройканы басамыз. Бұл жерде скорость джойстика бар, ол джойстикте отырғанымыз мынау. Осының скорості 5-ке қойсаңыз тез көтеріліп кетеді, егер азға қойсаңыз жай былай түсіреді деген сияқты. Сіздің съемкаңызға байланысты. Сол үшін айтып жатырмын, әртүрлі жағдайға сіз настройка етіп, оны индивидуально әрқайсысын әртүрлі сохранить етсеңіз болады. Сізге тез қозғалғанын қаласаңыз, онда сіз 5-ке қоясыз. Бұл менде 3-те, 2-де тұрады. Қатты бүйтіп, не тез, не қатты жай болмас үшін. Ал мынау зум. Зумды 5-ке қойсаңыз, зум былай өзі жақындап, мысалы қазір мен 5-ке қойып қойдым. Енді мен зумды көрсеңіз, тез зум жасап жатыр. Міне көрдіңіздер ма? Бұл зумда тез және жай жасауға болады. Міне сол жаңағы настройкаға қайтадан клик. Скорость джойстикта зум тез болу-болмау. Менде екеуі де стандартты 3-те тұрады. Кеттік. Ары қарай битрейт бізде высокийда тұрған дұрыс. Өйткені бұл біздің видеомыздың качествосына әсер етеді. Калибровка стабилизация, осындай тегіс жерге қойып, бір рет калибровка жасап аласыз. Сол кезде сіздің камераңыз оңға солға шататься етпей, центрді линияларды тура алу үшін. Қазір өзі калибровка жасап жатыр, қараңыз. Бұны негізі әр съемканың алдында калибровка жасап алған дұрыс. Өйткені кейде болады әртүрлі тез машинаны түсіріп жатқандан, әртүрлі былай қозғалғаннан, өйстіп камераны калибровкасы кетіп қалуы мүмкін. Сосын сіз тура түсіріп жатсаңыз да камераңыз қисық тұрады, осыны дұрыстайды. Поверните экран для выключения. Бұны мысалға биткен кезде неше секундта өшеді деген сөз ғой. Бұны вообще никогда дегенге қойсаңыз болады, битсеңіз өшпейді. Мен бұны 2-ке қоямын. Кейде болады съемка жасап, мынаны бит басып тұрып өшіру маған ыңғайсыз, просто бит жаба салсам, өзі 2 секундтан кейін өшіп қалады. Енді бұны өзіңіз қоя бересіз. Менде қазір ешқандай флешка тұрған жоқ, бірақ өзінің памяты 128 гигабайт, өзінің ішіндегі памяті. Және трансляция түсіруге болады. Пароль для альбомы бар, яғни өзіңіздің түсірген кадрларыңызға пароль қойып қойсаңыз болады деген сияқты. Мына жерде стабилизатордың режимдары бар. Бізде бірінші режим стабилизация подписаться деген бар. Сіз қай жаққа бұрасыз, камерада сол жаққа бұрылады. Міне көрдіңіз бе, оңға солға бұрам, ол сол жаққа қарай бұрылады. Ал енді екіншісі бар бізде, бұл бізде блокировка, яғни блокировканы қойсаңыз, сіз қалай бұрсаңыз да сол центрді ұстайды. Міне центрді ұстап алады да, ешқайда камера бұрылмайды. Және FPV деген бар, ол сіз бізбен бірге әртүрлі ракурста осылай қозғала бере алады. Менде подписаться деген тұрады. Енді мына жаққа кіреміз, сіздерге Pro деген
батырманы басуды кеңес беремін, мына оң жақ бұрышта, өйткені жақта больше настройкасы көп. Экспозицияға кірген кезде менде всегда +1-де тұрады. Өйткені мен лог форматта түсірем. Лог форматты бояған кезде маған ыңғайлы болу үшін мен всегда жарығырақ түсіремін. Ал менде екіншісі автода тұрады. Баланс белого тоже автода тұрады. Өзі күннің түсуіне байланысты өзгеріп отыратын болады. Ретушты білесіздер өздеріңіз, маған бетті әдемілеп, бетіңізді әдемілеп беретін батырма. Бұл маған керек емес, өйткені монтаж кезінде, даже если капкат болсын, мен өз түрім егер ұнамаса, немесе клиентке ұнамаса, бұны әртүрлі программамен қоса беруге болады. Сол үшін мен бұны өшіріп тастаймын. Цвет. Мына жерде айтатын мәселе көп. Мына жерде обычный 10 битқа түсірсеңіз болады, және Dilog M деген бар, ол тоже 10 битқа түсіреді, және Dilog 2 деген бар. Бұл мүлдем басқа, осы камерада қосылған DJI-дің жаңадан қосқан функциясы. Неге Dilog 10 битта тұр менде? Өйткені Dilog 10 бит болған кезде, ол сіз 3x да осы Dilogпен түсіре бере аласыз. Егер қазір сіздерге көрсетейін, егер мен Dilog 2-ге қоятын болсам, ол тек 1x-та ғана түсіреді, 3x-қа ауыспайды. Сол үшін менде всегда, мен білмеймін ғой, қай уақытта мен крупный түсірем, қай уақытта мен общий түсірем. Сол үшін Dilog 10-да тұрған маған нормально. Специально Dilog 2-ге түсіретін рекламный роликтар болса, мен онда Dilog 10 битті 2-ге қойып түсіретін болам. Бір қиын настройка жоқ, осымен сіз әрі қарай түсіре бере аласыз. Астыдан жоғарыға көтерген кезде бізде 1080 және 4К 60 FPS кадр в секунды 50, 48, 30 деген сияқты. Бұл менде 30, 50, 60-ның арасында жүреді. Немесе 25 кадрға кейде түсіремін деген сияқты. Енді ол алдыңғы YouTube'да DJI Osmo Nanoны түсіндірген кезде мен сіздерге бұл жайлы айтып берген болатынмын. Бұны бұлай қойған кезде 3К-ға ауысады. Альбомны түсірсеңіз, сізге 4К-ға ауысады. Егер вертикальны түсірсеңіз, онда ол сізге 3К-мен түсіріп беретін болады. 3К-да 60 FPS, 30 FPS түсіре береді. Енді мына жақта түсірген кадрларыңыз болды, ешқандай қиындығы жоқ. Енді қолданып жүрген адам болсаңыз да, уже барлығы осы настройкамен дәл осылай түсіреді. Енді әрі қарай сіздің маңызды нәрсе видеоңызды қалай түсіргеніңізге байланысты, насмотреніңізге байланысты дальше. Выпусктың соңында айтатын нәрсе, DJI Osmo Pocket 4 Pro өзіне ND фильтрларын шығарды. Оны аксессуар ретінде бөлек алу керек. Бұл жай ғана мынаны бұрау арқылы алынады, бұрау арқылы жабысады. Егер сіздің мынау камераңыз, стеклоңыз жырылса, сырылса, жаңасын алып, жай ғана камераны емес, жай ғана осы бір затты ғана ауыстыра алу үшін. Осымен біздің выпуск бітті. Бүгінгі выпускта сіздерге больше информация айтуға тырыстым, өмірлік өзімнің опыттарымен бөлісуге тырыстым. Мүмкін сіздің алдыңызда да сондай моменттер болып қалуы мүмкін деген сияқты, басқалар сияқты 1 минутта шук, анау тема, анау тема деген видео емес, больше сіздерге алда уақытта болып қалады деген сондай опытпен бөліскен выпуск болды. Сол үшін бөлісіп қойыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар, алғысы келіп ойланып жүрген адамдарға жіберіп қойыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі жолы қандай техниканы көргілеріңіз келеді, жазып кетіңіздер, міндетті түрде сіздерге көрсетеміз. Егер информация сіздерге ұнаса, информативный осылай түсіре бер деңіз, немесе көп сөйлеп кеттің, былшылдап кеттің, ой десеңіздер, оны да жазып кетіңіздер. Сіздерге қысқа айтып беруге тырысамыз. Бұл бізде алғашқы роликтардың бірі. Бірге болғандарыңызға рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Бөлісіңіздер, тіркеліңіздер. Все.